Сәлем достар, мен бүгін манты бүгудегі тағы бір жаңа лайфхакпен бөлісетін боламын. Егер қызық болса, видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыз. Мантының беті құрғақ болып қалмасы үшін әлі күнге дейін осылай жеке май жағып жүрген болсаңыз, онда сізге жаңа лайфхак ұнайды деп ойлаймын. Мен мұнда май жаққан жоқпын. Ол үшін жай ғана полиэтиленді пакетті, майчка пакетті алып, ешқандай суреті, жазуы болмағаны дұрыс, өйткені мантының бетіне жұғып қалады. Қайшымен кішкене тіліп жібердім де, жаңа салған мантының бетіне осылай қымтап жауып шықтым. Егер суреті бояуы жоқ, маечка пакет жоқ болса, осындай пищевая пленкамен де жабуға болады. Мен мұнда беткі қабатына ғана жаптым. Астында тағы бір лист манты бар. Қазір қалай болып пісетінін байқап көреміз. Мантымыз пісті. Міне пакетті жай ғана алып тастаймын. Қараңыздаршы, қандай жұмсақ, ешқандай құрғақ емес, сочный болып піскен, өзінің буына. Бұл сіздерге әрқайсына жеке май жағып тұрудағы уақытыңызды үнемдейді, және де шемішке майыңызды да үнемдейді деп ойлаймын. Пищевая пленкамен жапқан мантыны салыстырып көрейік. Мұнда да ешқандай айырмашылығы жоқ, сочный, құрғақ емес, жақсы болып піскен. Астындағы мантыны да қарап көрсек, мұнда да әдемі болып жұмсақ болып піскен. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.